Сәлем балақай, бүгін біз 23-ші беттегі 34-ші жаттығуды орындаймыз. Жаттығудың берілгенмен танысып алайық. Пайымдау мәтінінің бөліктерін тап. Дәлелденетін пікір, дәлелдеу және қорытынды пікір. Әр бөліктің арасын байланыстырып тұрған көмекші сөздерді ата. Балақай, бізге мәтін берілген екен. Ең алдымен сол мәтінді оқып шығайық. Құмырсқаның қыста қарны ашпайды. Өйткені ол жазда таңертеңнен кешке дейін тапқан азығын үйлеуіне тасып алады. Сондықтан оны еңбекқор жәндік дейді. Балақай, біздің шағын мәтініміз не жайлы айтылған екен? Дұрыс айтасың, құмырсқа жайлы айтылған екен. Құмырсқа бізде еңбекқор жәндік. Неліктен? Дұрыс айтасың. Жаз айларында ол таңертеңнен кешке дейін бір тыным таппай тапқан азығын үйлеуіне тасып алады екен. Одан кейін оның қыста ешқандай қарны ашпайды. Себебі інінде тамағы толып тұрады екен. Мәтінімізбен танысып алдық. Бұл мәтін бізде қандай мәтін түріне жатады? Дұрыс айтасың, бұл бізде пайымдау мәтіні. Ендеше пайымдау мәтінінің бөліктерін тауып алайық. Ең бірінші бізде дәлелденетін пікір қай сөйлем? Дұрыс айтасың, біздегі алғашқы сөйлем дәлелденетін пікір болып табылады. Себебі құмырсқаның қарны ашпайды деген сөйлемге біз неліктен деген сұрақты қоямыз. Балақай, дәптерімізге осыны жазып алайық. Бірінші дәлелденетін пікір деп жазып, оған қос тікке қою арқылы сөйлемімізді көшіріп жазамыз. Дәлелденетін пікірді жаздық, енді дәлелденуін табайық. Я? Дұрыс айтасың, өйткені ол жазда таңертеңнен кешке дейін тапқан азығын үйлеуіне тасып алады деген сөйлем бізде дәлелдеу болып табылады. Ендеше жазып алайық. Ең соңғы біз қорытынды пікірді табуымыз керек. Ол қай сөйлем? Дұрыс айтасың. Сондықтан оны еңбекқор жәндік дейді деген сөйлем болатын. Дәптерімізге жазып алайық. Жарайсың балақай, біз бүгінгі пайымдау мәтінін оқу арқылы оның бөліктерін ажырата алдық. Пайымдау мәтіні белгілі бір ойды түсіндіреді, дәлелдейді және қорытынды жасайды. Яғни, неліктен, неге деген сұрақтарға жауап беретін сөйлемдер жиынтығы болып табылады. Бүгінге сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.